Саламатсыңдар ма, бірінші сынып оқушылары? Бүгін математикадан 124 сабақты орындайтын боламыз. Бірінші, суретші балалардың ұзындыққа қалай секіргенін бейнеледі. Ұзындығы қандай кесінділер бейнеленген? Өлше, балалар шамамен 100 см ұзындыққа секіруі мүмкін. Балалар, көрдіңдер ме? Бұл жерде 3 бала кезек-кезек ұзындыққа секіріп жатыр. Бірінші қыздың ұзындығы екіншісінен және үшіншісінен кішкентай. Бірінші кесіндіні өлшеп көріңдер. Дұрыс айтасыңдар, 5 см. Екіншісі 7 см, ал үшіншісі 9 см. Кесінділердің біреуін таңда. Осындай кесіндіні дәптеріңе сыз, оның ұзындығын жаз. Балалар, өздеріңе ұнаған кесіндіні дәптерлеріңе сызып, өлшеп сызыңдар, және де оның қанша сантиметр екенін жазып қойыңдар. Жарайсыңдар. Келесі екінші. Өзіңе белгілі шамаларды және олардың өлшем бірліктерін ата, өлшеу құралдарын ата. Жақсы балалар, бұл жерде сендер өздеріңе таныс қандай шамаларды көріп тұрсыңдар? Дұрыс айтасыңдар, бұл жерде сағат, сызғыш, таразы бар екен, е? Енді осы шамалардың өлшем бірліктерін айтайық. Сағаттікі минут, таразыныкі килограмм және грамм, ал сызғыштікі сантиметр екен. Жарайсыңдар балалар. Дәптерлеріңе өздеріңе таныс шамаларды жазып, олардың өлшеу құралдарын жазып қойыңдар. Жақсы. Үшінші, берілген кесіндіден 3 см ұзын және 3 см қысқа кесінділер сіз. Бірінші кесіндімізді өлшеп аламыз. Бұл бізде 6 см болады екен. Ал 6 см-ден 3 см ұзын кесінді екеуін қосқанда 9 см кесінді шығады. Ал 6 см-ден 3 см қысқа кесінді, ол 3 см, сонда 6 см-ден 3 см азайтады екенбіз. Жарайсыңдар балалар. Келесі төртінші есеп. Шыншыл мен өтірікшінің айтқан пікірлері бойынша қорытынды жаса, фигураларды тап және олардың суретін сал. Бірінші А есебінде шыншыл айтыпты, жазық фигуралар депті, ал өтірікші фигуралардың түстері бірдей емес депті. Енді шыншылдың айтуы бойынша жазық фигура дегеніміз жай салынған фигураларды айтамыз. Ал бізде жай салынған фигуралар бірінші және екінші шыншылдың айтуы бойынша олар жазық фигуралар. Ал өтірікшінің айтуы бойынша фигуралардың түстері бірдей емес. Өтірікшінің сөзіне сенуге болмайды, я? Себебі шыншылдың айтқан сөзі ақиқат, ал өтірікшінің айтқан сөзі жалған. Енді өтірікші фигуралардың түстері бірдей емес депті. Ал бізде фигуралардың түстері бірдейлері бар екен. Жарайсыңдар. Келесі А есебінде шыншыл жазық фигураларды айтқан, ал өтірікші фигуралардың түстері бірдей деп айтыпты. Енді жазық фигуралар бізде екінші тұрған фигуралар екен. Ал өтірікшінің айтқаны фигуралардың түстері бірдей деп өтірік айтып тұр бізге, ал фигуралардың түстері бірдей емес екен. Жарайсыңдар. Бесінші есеп. Сәлемдемелердің массасын анықта. Біздегі сәлемдемелер олар қораптар. Енді бірінші А есебінде екеуі екі жақта таразыда тең болып тұр. Оң жақ бетіндегі тастың салмағы 10 килограмм екен, ал сол жақ беттегі екі тастың салмағы 2 килограммнан екен. Біз қораптың салмағын табу үшін осы 2 килограммды бір-біріне қосамыз, сонда 4 килограмм шығады. Ал қораптың салмағын табу үшін оң жақтағы тастың салмағынан азайтамыз 4 килограмм, сонда 6 килограмм. Қораптың салмағы 6 килограмм екен. А есебінде де тура осылай жасаймыз, себебі екі жақта таразда тең болып тұр. 1 килограммға қосамыз 4 килограммда тең 5 килограмм болады, ал 10 килограммнан 5 килограммда азайтқанда 5 килограмм болады. Сонда біздегі қораптың салмағы 5 килограмм екен. Бірінші қораптың салмағы 6 килограмм болса, екінші қораптың салмағы 5 килограмм екен. Жарайсыңдар балалар, сау болыңдар.